Қазақтың асылған еті әлемге танылып келеді. Сүрленген ет, қазы-қарта, бұжы. Бұлар әр қазақ сүйіп жейтін жеңсік аспетті. Мәнет Шырақбайдың айтуынша көшеде жедел дайындалатын асқазанға ауыр шетелдік тағамнан бір кесе сорпа артық. Орталық тек ұлттық асымыздың артықшылығын көрсетіп, дәмі мен сәнін кетірмесе болған дейді ол. Егер осы араға үлкендеріміз бас болып, жастарды әкеліп көрсетсек, бұған деген қызығушылық оянады. Мысалы, қаншама мінекей өзбектің мантысын жасыратын ештеңе жоқ. Осы біздің местный халқы, осы елдің халқы бар, Өзбекстанға бар үйреніп келген жоқ қой. Олар да осындай кафелерін ашты. Орталықта еттен бөлек жорық, қуырдақ, шұбат, құрт, балғаймақ, ірімшік, бұжы бар. Кіреберісте қолға су құйып, табақталарда келін сәлем етіп, жөн жоралғыны сақтайды. Мынау қазақтың ұлттық тағамы жорық, қуырдақ. Кезінде батырлар жорыққа шыққанда оларға арнайы пісіріледі екен. Қазірде бұл заманауи технология бойынша Нағиманың өз рецептісімен пісіріледі. Бұны арнайы 5-6 сағат бұрын тапсырыс беріп қою керек, себебі пеште ұзақ уақыт бұқтырылады. Нағима, жалпы рецептісі кімнен үйрендіңіз бұны? Рецептісі жаңа айтқандай, енем марқұмның айтуы бойынша жасалған. Қойдың етін бұқтырып, алдын ала қарынға салып бұқтырамыз. Халық арасында бұл туралы пікір әр алуан. Қанияш Айтжанова бірнеше келін жұмсап отыр. Келінге жұмыс қалмайтын болды деп алаңдаулы. Қазір нан пісіретін пешке дейін түгел бәрі бар. Несі бар, енді етімізді де, тамағымызды солар пісіріп әкеліп беретін болса, біздің келіндеріміз не істейді енді? Өзім болсам, ол қазыны да өзім тығып, өзім асып, өзім жередім. Дені сау, жетім жес түзу адам, өзі асып, өзі қонағын қарсы алуға міндетті ғой енді бар. Дегенмен ғұсыл дәретпен басына орамал тағып, адал пісірілген етке тапсырыс берушілер көбейіп келеді. Бұл жұмысбасты жандар үшін қолайлы. Шетелдіктер де осы жерден қазақтың ұлттық асының дәмін таталады. Ішіп жеп қана қоймай, қазақтың салт дәстүрі мен әдет ғұрыптарын көре алады. Айсара Айтман, Саламат Қайыпов, Сағындық Нарықов, Айнақпарат.